Ыстық күн, теңіз, аққұм. Түркия, Таиланд, Доминикана, Испания. Бұл отандық жұлдыздардың биылғы жаз айында демалған орындары. Әнші Мадина Сәдуақасова демалысын отбасымен бірге шетелде өткізді. Түркия елінің Белек қаласында ыстық күнде теңізге шомылып, күнге қыздырынды. Тіпті ұлының туған күнінде сол елде атап өтті. Мадина отбасымен бірге Түркияның әсем жерлерін көлікпен емес, тікұшақпен аралаған. Әуе серуенінен алған ерекше әсерін өнер иесі жасырып қала алмады. Инстаграм желісі арқылы көпшілікпен бөлісті. Сонымен қатар жұлдызды жұп Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдинада бүгінде жерорта теңізінің ең таза жағалауы саналатын Анталияда жазғы демалыс уақыттарын өткізіп жатыр. Мне Тбилиси очень нравится. Первый раз? Ну да, я специально в этом году приехала. Ал әнші Меруерт Түсіпбаева болса, көптен бері армандаған елінде тамаша уақыттарын өткізген. Армандап Грузияға барсам екен деп армандап жүредім. Бардым. Өнер иесі Грузияның қымбат қонақ үйлерінің бірінде 12 күн бойы қонақтап жатқан. Атақты Боржоми суын ішіп, суына түсіп, тіпті бал мен сүт аралас ваннада қабылдаған. Грузиндердің ерекше дайындалған тағамдарынан да дәм татқан. Шаянды ерекше дайындайды екен. Олар ешкімге айтпайтын құпия өздерінің соустары бар екен. Ол соусқа солай шаянды пісіріп берді. Сондай өте жақсы ұнатып, соны жедім. Осылайша демалып, әрі денсаулығын емдеп қана қоймай, әнші грузинше ән айтып, қаланың көрікті орындарын аралаған. Көрдіңіздер ме? Мынау 17-ші ғасырда түріктердің аталарымыздың салып кеткен мешіті. Меруерт бір айда екі бірде елге сапарлап қайтқан көрінеді. Грузиядан шыға салысымен түрік еліне табан тіреген. Мұнда әнші тарихи орындарды көбірек аралауға тырысқаны білініп тұр. Шоу-бизнес өкілдерінің қалауы биыл Болгария мемлекетіне де түскен. Мәселен, әнші Жанар Айжанова қызы Айжұлдызбен бірге Болгария елінің ескі қаласын аралауды жөн санапты. Демалу жағынан алдына жан салмайтын әнші Шахизада жаз басталмай жатып, 3 бірдей мемлекетте болып, демалып қайтқан көрінеді. Олар Чехия, Доминикана Республикасы және Таиланд. Міне трамваймен төмен түсіп бара жатырмыз, достар. Әрине мен жалғыз емеспін. Осы елдің тұрғыны. Hello, good morning. Әншіге солтүстік шығыс Азияда орналасқан Таиланд елі ерекше әсер қалдырған көрінеді. Табиғатынан өзге таушыңында орналасқан қонақ үйге кіріп шығудың өзі әнші үшін қызық болыпты. Мысалы, тамақ жерден шығып, біз тек теңізге ғана баратын жолға үйренгенбіз ғой. А бұл жолы күтесің, оны отырасың, биікке, таудың бір биігіне шығасың. Мен айтайын сізге, өтірікшіні 7 этажды кәдімгі үйдің биіктігіне шығамыз. Тай еліндегі керемет табиғат әншіге аса қатты ұнаған көрінеді. Соларды тыңдап жатам. Сөйтіп ұйықтаймын. Қызық өзі. Бір жылда бірнеше елде болып, көп демалуының сырын ашты. Жан-жақ бәріне көңіл аударуда қиын ғой, мысалға, ел алдында жүргеннен кейін. Тай елінде бірнеше күн ғана болған, теңіз суына шомылып, күнге қыздырынып, ерекше тағамдарынан дәм татса да, ал Доминикана Республикасында әнші би билеп, сол елдің халқымен би сайысына да түскен екен. Биді өкіртіп билеген кезде неше түрлі би биледік. Жан-жақты бүкіл дүниежінің өзінің салт дәстүріне байланысты билер билеп жатырмыз.
бір кез көтеріп тұрып айналдыратын би ғой енді анандай, соның бәрін жасадық. Демалыстың аса қажеттігін әнші Мақпал Исабекова да жақсы біледі. Жылына 2 мезгіл шетелде демалып келетін әнші биылғы жаздың жайма-шуақ күндерін Таиланд, Малайзия сынды тропикалық елдерде емес, Испания елінде өткізді. Жалғыз емес әрине. Актриса әрі әріптесі Әсел Сәдуақасовамен сапарлап қайтқан. Дәрігерлердің айтуынша адам баласы ұзақ өмір сүріп, дені сау болу үшін жиі демалған дұрыс дейді. Сондықтан да жаздың жайма-шуақ күндерін пайдалану арқылы суға түсіп, күнге қыздырынып, бойыңызға дәрумен жинаған абзал.